Жетісу облысындағы Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Лепсі филиалындағы орманшылар енді аймақты дронмен әуеден бақылап отыратын болды. Соңғы үлгідегі бейнетехникалық филиал тұқымбақтан түскен қаржыға сатып алған осы техниканы. Абай облысындағы алапат өрттен кейін мұнда бақылау күшейтілген. Өртке қарсы қауіпсіздік жолақтары жартылып, халықпен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қауіп туындаған жағдайда демалушыларға орманға кіруге болмайды. Бұлайғы уақытта туристік маршруттары ашық. Саяхатшылардың жанында міндетті түрде орман инспектор және жол сілтеушілер бірге жүреді. Дронымыз бар, сонымен бақылап отырамыз. Енді басқа жерлерге де сондай дрондар алып берсе, кісілерге жеңілірек болар еді. Аң күзетуде, ағашты күзетуге де, басқа нелерге, өртке де өте жақсы. Жалақы аздау. Жастар институтын, университеттер бітіріп, ауылға келгісі жоқ. Енді бізде техника ескілеу, енді бір 70-80% дайынбыз деп айтуға болады.